Қалай ойлайсыз? Әлемде 100 жыл бойы 1 секундқа да тоқтамай істейтін мотор бар ма? Әрине бар, және де ол сіздің көкірегіңізде соғып тұр. Ол сіздің жүрегіңіз. Біздің жүрегіміз бүкіл өміріміздің ішінде орта есеппен алғанда 180 миллион қанды айдайды екен. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Шарықтау Заңғар, сіздер менің медициналық каналымдасыздар. Видеоның басындағыдай тағы да бірнеше медициналық фактыларды білгің келсе, видеоны соңына дейін көруге тырысың. Барлығымыз әртүрлі фильмдерден денесінің жоғалтып алған бөлігін қайтадан орнына өсіріп алатын супергеройларды көрген шығарсыздар. Біздің де, яғни кәдімгі адамдардың да регенерация қабілеттерін жоққа шығаруға болмайды. Себебі адам организмдегі регенерация қабілет жоқ, тек қана бір-ақ орган бар, ол біздің тісіміз. Бәрімізге кішкентай кезімізден айтатын, денең суықтап қалмасын деп. Бірақ суықтың өзі ешқандай ауру шақырмайтындығын білдіңіз бе? Суық жай ғана біздің иммунитетімізді төмендетеді, нәтижесінде біз ауырып қаламыз. Бәріміз аллергия дегеннің не екенін естіген шығармыз. Ал енді мен дәрігер ретінде соны қарапайым тілде саған түсіндіріп берейін. Ал енді бір ситуацияны көзге елестетіп көрейік. Біздің үйімізге шыбын кіріп кетті дейік. Ал шыбынды біз үлкен темір балтамен ұрып өлтіруге тырысып жатырық деп ойлайық. Және де шыбынды өлтіреміз деп бүкіл үйімізді сындырып тастадық. Ал енді үйді біздің организміміз, ал үйге кіріп кеткен шыбынды аллергия бар зат деп елестетейік. Мысалы, бал, шаң немесе белгілі бір өсімдік. Ал енді осының бәрін қорытып түсіндіріп берейін. Аллергия дегеніміз ол сыртқа түскен бөгде белгілі бір затқа біздің организміміздің шамадан тыс жауап беруі. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздермен бірге болғанмен Шарықтау Заңғар. Көріскенше ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.